كن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli muhtaram cemaat, yer betindegi en kiyeli orun mешітке Allah Taala Rabbimizдің farz mіндетін атқарайын деп қасиетті жұма күні ниеттеніп келген қадамдарыңызды Allah Taala сауаптан жазсын. Бүгінгі жұма сіздер мен біздер үшін екі дүниеге ең бір бақытты қылған, Allah Taala дұға тілектерімізді қабыл қылған хайырлы берекетті жұмалардан болсын деп тілейміз. Қасиетті ұлық жұма күнінде осындай киелі орында мешітте сіздермен және де жүздесіп отырғаныма шын жүрекпен қуанышты екенімді білдіргім келеді. Allah Taala Rabbimiz біздерді осындай қасиетті мешіттерде жүздестірсе, бұл мына жарық дүниеде қиямет күнінде иншалла жәннатта пайғамбарымыздың қасында жүздестіруді нәсіп етсін деп тілейміз. Енді құрметті туысқандарымыз, бүгін айтылатын уағыз насихат белгіленген тақырыбы ол мынау жастар мәселесіне байланысты. Біз білеміз, Allah Taala Rabbimiz жалпы адамзатты жаратты. Адамзатты өмірі, жалпы адамның өмірі ол бірнеше кезеңнен тұрады. Қасиетті Құран кәрімде Ұлы Раббымыз айтады: "Астағфиру биллах, Аллахуллази халақакум мин даъфин, сумма жа'ала мин ба'ди даъфин қувва, сумма жа'ала мин ба'ди қувватин даъфан ва шайба, яхлуқу ма яшаъу ва хувал алимул қадир." Садақаллаху азим. Сондай Алла сендерді бір әлсіздіктен кейін, яғни Allah Taala Rabbimiz bir әлсіздіктен кейін, әлсіз қылып жаратқаннан кейін Allah Taala күш-қуат беріп, содан кейін қайта сол күш-қуатты әлсіретіп, нашарлатып, қартайтты Allah Taala қалағанын жаратады. Ол бәр нәрсені білуші деп қасиетті Құран кәрімде баяндайды. Яғни Allah Taala Rabbimizдің бұл аятынан біз нені білеміз? Allah Taala ең бірінші адамның кезеңін үшке бөлгенін білеміз. Бірінші кезеңі балалық шақ, екінші шақ жастық шақ, үшінші шақ қарттық шағы. Балалық шақ ол барлығымызға белгілі, адамның ойынмен жалпы бір жаңағындай еш нәрсеге мән бермей өткізетін кезең екенін жақсы білеміз. Ал ортаңғы жастық шағы ол адамның ең өмір сүру үшін маңызды кезеңі. Жалпы өмір сүру үшін адамға не қажет болатын болса, ілім қажет болатын болса, қызмет істеу, кәсіп жасау, жалпы ел қорғау, елге қызмет қылу, ата-анаға қызмет қылу, ағайын туыспен жақсы тұру, жалпы өмірдің қызығын қыздыратын уақыты, жалпы адамның өмірінің қайнаған шағы осы жастық шағы. Ал қарттық шағы ол адамның ақыл айтып, жастарды жақсылыққа бағыттап, өзінің киелі батасымен демеп отыратын, яғни соған ниеттес болып отыратын кезең екенін баршамызға белгілі. Біздің елімізде де Құдай Тағалаға шүкір, қазір мешітке келушілердің көпшілігі ол жастар. Біздің елбасымыз өз сөзінде, жолдауында айтқанындай, біздің болашағымыз ол жастар деп айтқанындай, расында да қай елдің болашағы, өркендеуі ол жастардың қолында. Біздің болашағымыз жастардың қолында. Сондықтан біз жастарымыздың неғұрлым мынау бәсекелестікке әлемдік соған лайықты болғандай, яғни сол бәсекелестікке төтеп берілетіндей, білімді, жігерлі, қандай да үздік технологияны дұрыс пайдалана білетін жастар болу керек деп жолдағанындай, міне ол расын айтқан кезде біздің болашағымыз, еліміздің болашағы ол жастардың қолында. Ал бұндай болатын болса, қасиетті
Дінімізде, біздің ислам дінінде. Жастар туралы не дейді? Сол туралы да біз енді иншалла біраз тоқталып өтейік. Құранда және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде жастар туралы өте көп баян етіп айтқан. Аллах Тағала кейбір аятта, мысалы үшін Кахф сүресінде сол Кахф үңгіріндегі қалған жастардың баянын былай деп айтады. Ей Мұхаммед алейхиссалам, олар Раббыларына шын сенген жігіттер еді. Оларға туралықты біз арттырдық деп отырады. Олар Аллах Тағалаға шын сенген жігіттер еді деп Аллах Тағала Раббымыз сол жастарды мақтап жатыр. Не үшін мақтап жатыр? Себебі олар иманды жастар еді. Сол қоғамдағы надандықпен күрескен жастар еді. Сол қоғамды өркендетуге, қараңғылықтан жарыққа шығаруға өз үлесін қосқан жастар еді. Әлбетте, жастар деген кезде Алла Тағала Раббымыз әрбір жастың саналы болғанын, өзінің өмірін, жастық шағын дұрыс пайдаланып, соны тиімді өткізу керек екен, тиімді пайдалану керек екендігін біздерге әмір еткен. Шындығын айтқан кезде ол жастық шақ деген ең нағыз қызмет қылатын, нағыз өзінің өміріндегі мәңгілік өмір тағдырындағы орып алатын жемісін көптеп егетін уақыттары. Кімде-кім сол жастық шағын дұрыс пайдаланатын болса, онда ол қартайғанда да өмірінің жаңағы жастық шақта өткізген өмірінің жемісін жейтіндігі ол белгілі. Пайғамбарымыз айтады: сіздер кімде-кім 40 жасқа дейін өзін жақсылап тәрбиелесе, ол игі. Хадистің мағынасы. Ал 40 жасқа дейін өзін тәрбиелемесе, онда Құдай сақтасын, тозаққа дайындала берсін. Бұл сөздің мағынасы не? Яғни адам баласының болмыс бітімінің барлығы, мінез құлқының қалыптасып, толықситын уақыты 40 жасқа дейін. Неге шариғатымыз біздерге балиғат жасынан бастап 5 уақыт намаз оқуды, немесе ораза ұстауды, исламдағы барлық парыздар мен тыйымдарды жүктеді? Өйткені кішкентай кезінен бастап, жас шағынан бастап, сол Алла Тағаланың алдында жауапкершілікті сезінген адам, өзінің жаманшылықтардан тыя білген адам, ондай болатын болса, ол өзінің қарттық шағына дейін өзін тәрбиелеп үлгереді, және де бойындағы жаманшылықтарды жоғалтады, өзін бір салихалыққа жеткізеді. Бұл дүниедегі ең қиын нәрсе ол адамның тәрбиесі. Қандай да бір жақсылықтарға қол жеткізуге болады, ұйымдастыруға болады, бірақ адамды тәрбиелеу, адамның жүрегінің ормала білу, адамды өзіне ерте білу, адамды өзіне сендіре білу деген нәрселер ол өте күрделі, нәзік нәрсе. Сондықтан да біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады: "Иғтанама хамсин қабла хамсин". 5 нәрседен бұрын қадір тұт дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Хаятика қабла маутик. Өміріңді дүниеден озбас бұрын қадір тұт дейді. Яғни біз мына дүниеде өмір сүріп жатырмыз, өмірімізді дүниеде тірлік болып өмір сүріп жүрген кезде осы тірлігіміздің қадірін біле білуіміз керек. Себебі адам баласы дүниеден озған шақтан ақиқи өмірді көреді. Алланың алдындағы үлкен жауапкершілікті сол уақытта көріп, көзі жетеді. Сол уақытта барша адам баласы өкінеді. Сол өкініште қалмас үшін тірлік өмірімізді, яғни бұл дүниеде тірі жүрген кезде соны дұрыс пайдалану керек. Ол үшін олар Раббымыздың бұйырғандарын орындап, тыйылғандарынан тыйылып, ізгілікке арнау керек өмірді. Және де хадисін жалғады: "Васихатука қабла сақама". Денсаулығыңды ауырмастан бұрын қадір тұт дейді. Денсаулықты ол Алланың берген ол нығметі. Ғалымдарымыз айтқанындай, денсаулық адамның басына кигізілген бір тәж, бірақ оны ауырған адамдар ғана көреді дейді. Біз сау кезде, деніміз сау болып ауырмаған кезде, былай айтқанда көп нәрсенің farқына бара білмейміз, қадірін біле білмейміз. Сондықтан пайғамбарымыз бізге денсаулықтың қадірін білуге шақырып жатыр. Яғни бос уақытыңды бір нәрсеге қолың тимей, жұмыстарды қарбалас болып кетіп, жаңағыдай қолың тимей қалмастан бұрын сен бос уақытыңның қадірін тұт деп жатыр. Жастық шағыңды қартаймастан бұрын қадірін тұт дейді. Неге ислам діні бұл жастық шаққа жалпы
Адамзат жастық шаққа көп көңіл бөледі. Өйткені жастық шақтың уақытында адам баласының барлық күш-қуаты тасыған уақыты. Жақсылық жасайын десе де, көп елге, халыққа ізгілік жасай алады. Жаманшылық жасайын десе де, оның мүмкіншілігі көп. Қартайған адамға қараған кезде, жас адамның мүмкіншіліктері көп болады. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сіздер қартаймастан бұрын жастық шағының қадірін тұт дейді. Ал жастық шақ пен қарттың есебі қандай? Оған ғалымдар бір кітаптарда бүйтіп жазған екен. Балиғат жасына жеткен жастан бастап 40 жасқа дейін осы жастық шақтың уақыты деп жасаған екен. Яғни адамның жастық шақ деп есептелетін уақыты былайша айтқанда 15 жастардан бастап тағы бір кітаптарда жазылғандай 40 жастың арасындағы жастық шағы деп есептелетін жас деп айтылады екен. Сондықтан осы жастарда адам баласы көп қызмет қылып, көп өзінің жетістіктеріне қол жеткізе алатын жастар. Сондықтан да біздің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр, сен қартаймастан бұрын жастық шағыңның қадірін тұт, қадірін біле біл деп отыр. Және де бұл жастық шақтың өте маңызды екендігін біздерге білдіретін Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбарымыз айтады: "Ла тазулу қадабан ибн Адама яумал қияма мин инда раббихи хатта саалаху ан хамсин." Қиямет күні болған кезде, деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, бар адамдар бір қадамда алдыға жылжи алмайды. Одан 5 нәрсені сұрамайынша, яғни 5 сұрақ сұралғаннан кейін барып қана адам баласы алдыға жылжи алады. Ол қандай сұрақтар? Пайғамбарымыз айтады: "Ан умрихи фима афнаха." Одан өмір жайлы сұрайды. Алла айтады: "Мен саған өмір бердім, өміріңді қалай өткіздің?" деп айтады. Екіншісі: "Ан шабабихи фима аблаху." Мен саған жастық шақ бердім, жастық шағыңды қалай өткіздің? деп Алла Тағала сұрайды. Сонда адамның өмірін бір сұраса, өмірінің ішіндегі жастық шағын және сұрап отыр. Неге оған мән беріп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр? Өйткені жастық шақ адамның өміріндегі кез келген бір жақсылық жетістіктерге қол жеткізуге, немесе кез келген бір жаманшылықтарға да баруына ең қолайлы уақыттар. Сондықтан Аллах Тағала Раббымыз биеміз Тәңіріміз өзі жаратқан пенделерінің өмірінің ішіндегі жастық шағын ұтымды тиімді пайдаланып қалуға біздерге міндеттеп отыр, соны меңзеп отыр. Біз өмірімізді жеке сұраса Алла Тағала Раббымыз соның ішіндегі жастық шағымызды жеке сұрайды. Жастық шағыңды қалай өткіздің деген кезде, сіздер мен біздер жастық шағымызды дұрыс өткізген болатын болсақ, онда Алла Тағаланың алдында сүйінші. Және де хадистің енді ар жағында мал дүниесі туралы сұрайды. Оны Алла мен берген дүниені қалай жұмсадың? Адал жұмсадың ба, арам жұмсадың ба? Және де оны қалай таптың деген сияқты. Және де мен берген іліммен қалай амал еттің деген сияқты нәрселер Алла Тағаланың алдында сұралады. Соның бірі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай міндетті түрде жастық шағы сұралатын болады. Осы жерде отырған құрметті біздің жастар, Алла Тағала ақсақалдарымызға күш-қуат, денсаулық берсін. Жастар, сіздер мен біздерге Алла Тағала еліміздің, дініміздің абыройын көтеретіндей парасатты, ілімді өмір нәсіп етсін. Әлбетте біздердің ата-бабаларымыз осынша үлкен ауқымды жерді оңайшылықпен біздерге қалдырған жоқ. Үлкен парасаттылықтарымен, білімділіктерімен, даналықтарымен, және де өздерінің ержүректіліктерімен, алысты болжай білуімен осы күнге қалдырды. Біз қазір өзіміздің ата-бабаларымызды қалай мақтаныш қылсақ та сияды. Кез келген елдің алдында біз ата-бабаларымыз міне мынандай болған деп айта аламыз. Өзінің шешендіктерімен, әртүрлі ұтқыр тапқырлықтарымен осынша жерді біздерге аманат қалдырды. Енді біздер сол кісілер сияқты бола білсек, иманды бола білетін болсақ, онда кейінгі ұрпақта бізбен мақтанып болады. Сонша жасалған бәленбай ғасырдан бері аңсап келген егемендігіміздің жарқын болашағы ол жастар сіздер мен біздердің қолымызда. Біз ақылды бола білсек, біз иманды бола білсек, бір-бірімізге жан ашитын болсақ, ауыз береке бірлікті сақтай алатын болсақ, онда біздің де болашағымыз ол баянды болады. Алла Тағала соны біздерге нәсіп етсін иншалла.
азғандай қас қағым сәтте өте шығатын өмірде қалай болса солай өткізу емес, мағыналы, мәнді өмір өткізіп қалуды Алла Тағала нәсіп етсін. Бұл елдің, жердің әрбір адамы сіздер мен біздікі, біздің ата-бабаларымыз, әр қазақ менің жан қызым деген, әр мұсылман біздің жан қызымыз. Біз өзіміздің қара басымыздан да көрі, елдің, көпшіліктің тыныштығын, ауыз береке бірлігін жоғары қоя білуіміз керек. Өзіміздің нәпсіміздің қалауынан да, елдің болашағынан, елдің егеменді, бейбіт өмір сүруіне біз жаңағындай мән беріп, соған атсалыса білуіміз керек. Міне сол адамды Алла Тағала олар Раббымыз жақсы көреді. Кімде-кім солай өмір сүретін болса, ол өмірін бос өткізбегені. Біздің бабаларымыздың арасында Шоқан Уәлиханов атамыз мысалы үшін, адам баласы көп еңбек жасау үшін, ұзақ жасау шарт емес. Соның ішінде жаңа айтып жатырмыз. Кез келген біздің бабаларымызды қарайтын болсақ, үлкен парасаттылықтарымен біздерге үлгі бола алады. Солардың бірі Мұхаммед Ханафия, Шоқан Уәлиханов атамыз. 28 жас өмір сүрсе де, әлі күнге дейін аты өлмей келе жатыр. Кейбір адамдардың 80-90-ға келді деп, дүниеден озып, жаназасында тұрсаң, әлі балалық бір жақсылығын тауып айтудың өзі қиын болып жатыр. Әттеген-ай деп қаласың. Сондықтан сол кездегі әттеген-ай деген түк емес, ана Алланың алдындағы әттеген-айдар ол одан да ауыррақ болады. Сіздер мен біздерді Алла мұсылман қылды. Аллаға сансыз мақтаулар мен мадақтар болсын. Мұсылман адам ол еш уақытта тоқтап қалмайды. Бүгінгі күні мен кешегі күні тең болмайды мұсылман адамның, пайғамбарымыз айтқандай. Кешегі күні мен бүгінгі күні тең болу ол дұрыс болмайды. Кешегіге қарағанда бүгін және де бір жақсылықты қосып отыруымыз керек. Бүгінгіге қарағанда ертең және де бір ізгілікті амал жасауымыз керек. Біз мұсылман болғаннан кейін сонымызбен артықпыз. Аллаға солындай істерімізбен жақынырақ бола аламыз. Ондай болатын болса, менің қолымнан не келеді? Мен жалғыз өзім не бітірем? Деген сияқты ойларды тастау керек. Сіздің бір ықыласыңызбен, дұғаңызбен, жақсы құлшынысыңызбен бәлкі де үлкен жақсылықтарға қол жеткіземіз. Ол ғажап емес. Оны біз тарихтан көптеп жағдайлардан байқай аламыз. Хазіреті Омар радиаллаху анху мына Парсы елімен бар, сол уақытта жорықтарда болған кезде әмір басы, сол жердегі әскер басы, олардың сандарының көп екендігін, қару-жарақтарының мол екендігін айтып, көптеген қол жіберуін сұрайды. Сонда Омар радиаллаху анху бір-ақ адамды ғана жібереді. Әскер басы таң қалады. Және де әскер жібермесеңіз біз үлкен жақсылықтарға жете алмаймыз, жеңіске жете алмаймыз деген кезде Омар радиаллаху анху хат жазып ла юхзаму жайша илля бихи қаққа. Ішінде қаққа болмайынша, қаққа деген сақалы, сендер әскерлерді жеңе алмайсыңдар деп пайғамбарымыздың сөзі бар. Міне мен қаққақты жіберіп отырмын деп Омар радиаллаху анху айтқан. Қаншама қол сұраса бір-ақ адам жібереді. Пайғамбарымыз айтады: أشد على الشيطان العالم أشد على الشيطان من 1000 عابد. Bir ғалым адам шайтанға 1000 құлшылық қылушыдан да ауырырақ келеді дейді. Мыңдаған құлшылық қылушы мұсылманнан бір ғалым ол абзал болады деген сөз. Өйткені ол ғалым, ол әр нәрсені тереңнен түсіне біледі. Ол Аллах Тағалаға жақын болғаннан кейін елін, халқын риясы сүйеді. Ол өмірінің әр кезін дұрыс, ұтымды пайдаланып, еліне, халқына, дініне қызмет қылады. Міне сондықтан да Аллах Тағаланың алдындағы ең бір абзал адамдардың бірі ғалым деп айтатын себебі сол. Біздің елбасымыз сөзінде біздер қазіргі заман, ғылым заманы, осы өркениет, технология заманы деп отыр. Біз бәсекелестікке лайықты жастар бола білуіміз керек деп бізге үндеуінің себебі сонда. Расын айтқан кезде, иншалла, Алла Тағала Раббымыз осы біздердің саналы азғантай ғұмырымызда дұрыс пайдаланып қалуды Алла Тағала нәсіп етсін. Ал егерде кімде-кім сол жаңа айттық, алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва ан шабабихи
fima ablahu. Жастық шағыңды қалай өткіздің деп Алла Тағала сұрайды. Жалпы өмірін бір сұраса, соның ішінде жастық шағын неге мән беріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр? Өйткені бұл өмірдегі ең бір маңызды кезең. Ал кімде-кім өзінің жастық шағын дұрыс пайдаланып өткізетін болса, Алла Тағаланың алдында оған үлкен жақсылықтар бар, үлкен сый күтіп тұр Алла Тағаланың алдында. Оған дәлел пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Сабатун ядуллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллуху." Қиямет күні өте қорқынышты күн, құрметті. Әр адам ол уақытта шынайы ақиқатты көреді. Сол уақытта бәрі адам өкінеді. Ақиқат, шындық, бақыт байлықта емес, мәнсапта емес, риясыз иманда екендігін, иманмен қосыла ізгілікті амалда екенін, елін, жерін, көпшілікті, жамағатты сүйе білуде екенін көзі жетті. Тіпті сол күнгі қорқыныштан жас нәресте баланың өзінің шашағарғандығы туралы баяндалып айтады. Сондай ауыр күнде адамдардың бәрі қиналып жатқан кезде дейді пайғамбарымыз, 7 адам Алланың көлеңкесінде болады. Ол уақытта ешқандай көлеңке болмайды. Адамдар жаңағы бәленбай мыңдаған жылдар тосып тұрады үкімді. Bir қадамда алдыға жылжи алмай тұрады дейді. Тосқандығы сондайлық, қатты тосып қиналғандығы сондайлық. Пайғамбарымыздың хадистерінде келеді: "Я Аллахым, біздің үкімімізді шығаршы. Мені тозаққа барсақ, тозаққа барайық, бірақ үкімімізді шығаршы, біз тоспайықшы" деп жалынатын уақыттар бар. Әлбетте оның үкімі ол азаптан бәленбай есе қатты азап екендігін ол білмей тұр. Ол сол күтудің азабын, сол қатты ыстықтың азабына, жаңағы күннің сондай көлеңкесіз қиыншылықтың азабына шыдай алмайды. Сол уақытта 7 адам Алла Тағаланың көлеңкесінде болады. Ешқандай көлеңке болмаған. Ол не деген бақытты адамдар? Олар қандай амалдар жасаған екен? Оған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жауап береді: "Әл-имаму адил", әділ имам дейді. Амин иншалла. "Ва шабабу наша'a фи та'атиллахи субханаху ва та'ала". Жастар. Қандай жастар ол? Ол арақ, темекі тартып, насыбай тартып, ұрысып, төбелесіп, күндесіп, қара басын ғана ойлайтын жастар ма? Әлбетте, ондай емес. Өзінің саналы өмірін Алла Тағалаға бойсұнумен өткізген жастар деп отыр. Солардың бірі жүректері мешіттен байланған жамағаттар. Кейбір адамдар мешітке келгенде рахаттанады. Мешітке келе беріс келеді. 5 уақыт жамағаттан қалмайды. Міне ондай адамдар Алла Тағаланың алдында аршыда болады. Bir-birini Allah үшін жақсы көрген адамдар. Оң қол берген садақаны сол қол бермейтін сондай атымдай жомарттар деп келеді солардың бірі. Сол 7 ең абзал адамдардың ішінде, ең қасиетті амалдардың ішіне сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімді қосқан? Әлбетте жастарды қосқан. Жастық шағын дұрыс өткізген, Алла Тағалаға бойсұнумен өткізген, жаман харам нәрселерден тыйылумен өткізген адамдарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қосқан. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сондай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көкірегіне салып, соны біздерге жеткізді. Қиямет күнінде ешқандай көлеңке болмаған кездегі ең таңдаулы 7 адамдардың бірі жастар болады. Өйткені біз бәріміз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасындағы ислам дінінің негізін салуға атсалысқан адамдардың басым көпшілігі олар жастар болатын. Олар Абу Бәкір радиаллаху анхулар болатын. Олар Билал радиаллаху анхулар болатын. Олар Омар радиаллаху, Абдулла ибн Мас'удтар болатын. Міне Арқам ибн Абу Арқамдар болатын, Алла разы болсын ол кісілерге. Адамзатқа ең үздік үлгіні көрсетіп кеткен адамдар. Сол жастардың қолымен бүгінгі күнге дейін ислам діні ең үздік үлгіде аңыз адамдар болып жалғасып келе жатыр ол кісілер. Ислам діні міне бүгінгі күнге дейін міне жалғасып келе жатыр. Сол қиын кездерде исламның негізін салып, бүкіл адамзатты қараңғылықтан бақытқа жол көрсете білген адамдар. Ондай болатын болса, міне сондай жастар, өзінің өмірін бос өткізбеген жастар Алла Тағаланың алдында сондай көлеңкеде болатындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Я'джубу раббука минаш шабаб.
Алла Тағала Раббымыз кейбір жастарға таң қалады дейді. Алла сондай жастармен мақтанады. Лайсат лахум сабуа. Сондай уақыттарын бос өткізбеген. Қандай да бір жаңағындай арзан күлкі, арзан ойын сауықпен уақытын өткізбей, іліммен, ізгілікке арнаған, жақсылық пен парасатқа, үлкен жүректілікке жүрегін бекітіп, халықтың елдің игілігіне, болашағына қызмет еткен, діннің өркендеуіне үлесін қосып, соны аңсай білген міне жастармен Алла Тағала қызығып олармен мақтанады екен. Ал енді біздер, құрметті жамағаттар, барлығымызға белгілі, Алла Тағаланың алдына барғанда мәңгілік өмір басталады. Сол уақытта адам баласының жасы қандай уақытта болады? Қандай жаста болады? Жас 30-33 мөлшерлерінде болады. Инна лакум ташаббу фала тахраму абада деп пайғамбарымыз айтқан екен. Шындығында сендер жас боласыңдар. Ол уақытта қиямет күнінде жәннатта адам баласы еш уақытта қарғаймайды. Неге жас болып отыр? Себебі жастық шақ деген ең қызықты шақ, ең нәпсіге еретін шақ. Былайша айтқанда өмірдің қызығын көретін сол жастық шағынан бастап өмірін ізгілікке арнаған адамдар Алланың алдында жәннатқа барады. Жәннатта да сондай ең қызықты кезең жастық шақта Алла Тағала адам баласының жасын белгілейді. Ондай болатын болса, құрметті туысқандар, енді иншалла Алла Тағала сіздер мен біздерді жас күйімізде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасында жәннатта бірге болып жүруімізді нәсіп етсін. Ол үшін не істеу керек? Құрметті жастар, сіздер мен біздер жастық шағымызды дұрыс ұтымды пайдаланып қалу керек. Қазір өкінішке орай нәпсі, шайтан адамды мәңгілік өмір сүретін сияқты, осылай жүре беретін сияқты сезіндіріп қойып жатыр. Бірақ бұл жалған, алдамшы сезім. Ондай болатын болса, құрметті жамағаттар, Алла Тағала Раббымыз соны біздерге енді иншалла нәсіп етсін. Енді бұл жастық шақ туралы өте көп айта беруге болады. Хадис-и құдыста Алла Тағала Раббымыз айтады, және де бір мағыналы, ғибратты Алла Тағала Раббымыз хадис-и құдысын бір айта кетейін. Алла Тағала дейді, үш адамды жақсы көреді, үш адамды одан да қатты жақсы көреді. Соның бірі жомартты жақсы көреді Алла Тағала. Бай жомарттарды жақсы көреді. Ал кедей болып тұрып кейбір адамдар жомарт болады. Ақылдысын беріп тұрады. Оны Алла одан да қатты жақсы көреді. Алла Тағала қарттардың тәубаға келгенін жақсы көреді. Жастардың тәубаға келгенін одан да қатты жақсы көреді. Өйткені көптеген адамдар ақыл тоқтатып, қарты жасқа келгенде тәуба істеуге отыр. Бірақ өкінішке орай, және де бір хадис-и құдыста айтылғандай, Алла Тағала шашы, сақалы ағарған адамды азаптауға ұялады. Бірақ та сол шашы, сақалы ағарған адамдар Алла Тағаланың алдында күнә жасауға ұялмайды деп олар Раббымыз хабар берген. Өкінішті ондай адамдардан басқа қарттардың тәубаға келгенін Алла жақсы көреді. Ал жастардың жастық шағынан тәубаға келгені Аллаға одан да сүйкімдірек. Өйткені ол нәпсіге еріп кететін уақытында өмірін ізгілікпен, парасаттылыққа, ақылдыққа бағындыра білген адамдар, ол жастар, нағыз ақылды жастар, оларға Алла Тағаланың сүйіспеншілігі болсын. Енді мынау өте бәрімізге бір жаңағындай ғибраты мол хадис болғандықтан айта кетейік. Кедейлердің қарапайым болғаны жақсы, байлардың қарапайым болғаны одан да жақсы. Шындығында көп жағдайда адам мәнсәріп көтерілсе, немесе жағдайы түзелсе, тәкаппарлық болып кетуі мүмкін болайша. Байлардың сараң болғаны жаман, кедейлердің сараң болғаны одан да жаман. Қарттардың, жастардың ол бойұсынбай қалай болса өмірін өткізіп, Аллаға әміріне бойұсынбағандар жаман, ал қарттардың Алланың әміріне бойұсынбаған одан да жаман. Байлардың тәкаппар болғаны жаман, кедейлердің тәкаппар болғаны одан да жаман. Сондықтан құрметті туысқандарымыз, енді иншалла
Allah Taala olarımız bärimizni görüp bilip estik. Bär kadir Allah Taala'nın kolunda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün jastlarına her daim akıl ösiyet nasihatını aytip ketken. Ya ma'şara şabab, ey jastlar, man istata'a minkumul alba'ata falyatazawwaj. Kimde şaması kelse uylensin. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ve men lam yastati' fa'alayhi bis-sawm fa innahu lahu waja'. Eger sendердин şamalaryň kelse uyleningler, eger şamalaryň kelmesеңдер. Ütkeni uylenүү adamды jamançylyktan saktayt, zinadan saktayt, közün jaman narselerге karaudan saktayt. Al uylenүүгө şamalaryň kelmese, onda oraza tutаңдар дейт. Oraza ütkeni adamды o jamançylyktan saktayt. Bul jerdegi maksat, jastlar, sендер jamançylыкка ketпеңдер. Bir narsemen şuguldanıp жүргөн adam, misal üçün orazdan keştin batıuny tosat, bir narsege alаңдап жүрөт, ол jamançylыкка barmayt. Karnı toktuk, jumuşu joktuk, azdırak adam balasın dep janagıday kolu boz, kalay bolsa solay жүргөн adamlar, ular Kuday saktasın jamançylыкka öte jakyn bolat. Soндықтан kasip жасау керек. Kasip жасаганда адал kasip жасау керек. Колдан келгенче елдин, жердин камын ойлоо керек. Биздин бабаларыбыз, өздөрүбүз барлыгыбыз билебиз, мынау жанагы 1000 бала деген кинодо чыкканда Сартай бабаларыбыз анау батыстан осы мынау Балкаш жерлерине дейин келип, bir neçe жастар, сол 15 жастагы жастар, сол элин, жерин коргогон, сондай намысты болгон. Олар аз сөйлеп, сөзгө сараң, бирок да көп нерсени 90 ауыз сөздүн толуктай түйүнү бар деп, бирок ауыз сөздүн гана шешип отурган. Көп мәселени кабакпен ак түшүндүргөн, астарлап сөйлөй билген. Олар тек bir Алладан гана корккандыктан жүрөктөрүндө батырлык сыйпаты болгон. Батырлыктары менен кошо мейримдиктер болгон, бири-бирине деген сүйүспенчиликтер болгон. Олар ауыз береке бирлик ынтымакты эң биринчи байлыгыбыз, казынабыз деп кастерлей билген. Соган халыкты элди шакырган. Ондай болот болсо Алла Таалаларыбыз биздин өмүрүбүздө асыресе жастар, акайдатыбыз, аксакалдарыбызга Алла ден соолук берсин, парасаттылык насип етсин. Ал жастар, сиздер мен биздер күнмен түнмен эсептеспей, элимиздин, динimиздин өркөндөө жолунда аянбай эңбек кылып, маңдай тер төгүп, жүзүмүз жарык болсун. Урпак алдында, Алланын алдында Алла Таала жүзүмүздү жарык кылсын. Амин. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم